Ақтанберді Сарылы атақты жырау қолбасшы батыр қоғам қайраткері. Ұлы жүздің ошақ руынан шыққан. Әкесі Сары мен шешесі Сырбикеден жалғыз туған. Жыраудың атадан жалғыз туғанның жүрегінің бастары сарыда жалқын су болар деуінде өз өмірінің шындығы бар. Жыраудың ақындық даңқы мен балуандық, батырлық даңқы қатар шығады. Орта Азия хандықтарымен, қалмақтармен арадағы ұрыстарға қатысып, алғашқы кезде жеке басының ерлігімен, соңынан қолбасшылық қабілетімен көзге түседі. Саққа батырлар санатына қосылған кезде атақты Ақтабан шұбырындының куәгері болады. Ақтанберді шығармалары негізінен ақылдық толғаныстар түрінде болып келеді. Олар көшпелі қазақтардың ой арманымен, мақсат мүддесімен астасып жатады. Жыраудың түйе мойнын тұз кесер, күлдір-күлдір күрсінетіп, жылқыдан асқан мал барма тәріздес әйгілі толғауларынан қазақ халқының мінез құлық ерекшеліктері болмысқа өзіндік көзқарастары анық аңғарылады.